Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дина. Бүгінгі видео рецепте қаттама нанның ішіндегі салмасы бар түрін жасап көреміз. Каналда алғаш рет болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге жылы су немесе жылы су қажет болады. Оған осындай бір шай қасық дрожж салып араластырып кішкене демалдырамыз. Онда алдымен ала үнеліктен өткізіп алып, оған жаңағы сүтімізді жайлап салып, осылай қасықпен бірінші араластырып тұрамыз. Одан кейін сұйық май құямыз. Менде зәйтүн майы. Қамырды жақсылап илейміз. Қамырды да кішкене 10-15 минут демалдырамыз. Қаттама нанның арасына салатын салма дайындаймыз. Оған, яғни бізде жуа ғана болады. Оған өз қалауымызбен кішкене тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Жуаны кішкене қолымызбен басып араластыру қажет. Бұл жуаның жұмсақ болуына әсер етеді. Қамырымызды алып екіге бөліп аламыз. Әрбір қамырды жұқалап, оқтаумен жайып аламыз. Жайылған қамырға сармаймызды ертіп, үстінен құямыз. Мен осылай қолыммен жайдым. Бұл процесті тездету үшін сіздер кестішкемен жақсаңыздар да болады. Қамырды майлап болған соң, жуадан жасалған салмамызды осылай бетіне шашып шығамыз. Қамырды осылай рулеттеп орап аламыз. Орап нанның түрін, лепешканың түрін пішіндеп, осылай үстінен қолымызбен немесе оқтаумен басып шығамыз. Нанымыз пешкеге дайындаймыз. Оған бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз да пешкеге салып жібереміз. Бетіне қаламша, күнжіт немесе мак шашуға болады. Нанымыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік, әрі дәмі керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт сіздерге ұнайды деген үміттемін. Каналымда алғаш рет болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.